Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі қоянды тарих арнасына сұхбат беретін ең әуелі ауылымыздың тұрғыны, ауылымыздың жастарын спорт әлемімен таныстырып, шынықтырып, шыңдап, түрлі атақ дәрежеге жеткізуге себепкер болған бапкер Әдекенов Асқар мырза. Асқар мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Біздің мынау қоянды тарихы арнамызға сұхбат беріп, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін рахметімді айтамын. Өзіңіз жайлы көп естіп жүрміз. Өзіңіз жайлы таныстырып кетсеңіз. Аты-жөнім Әдекенов Асқар Тұрсынғазыұлы. Осы Қоянды ауылына 2017 жылдан бастап тұрып жатырмын. Өзім негізі Шығыс Қазақстанның тумасымын. Енді өзім бала кезімізден жаңағындай спортпен шұғылданып келдік. Постыге келейін. Сосын жаңағындай осы Қоянды ауылымызға неге біздің ауылдың жастарын қолдамасқа, неге осы залдан, ауылдан жаңағындай бір спорт несін тауып, спортқа бала жаттықтырып, салауатты өмір салтын ұстануға бір өзімнің бір себепкер болайын деген мақсатта осы Қоянды ауылынан Оразжанда сол 34 адресінде Арена спорт залынан спорт зал ашқан жайымыз бар 17 жылдан бері. Қазіргі бір осында 5 жыл болды. Балалар жаттықтырып жатырмыз. Қазір өзім жаңағындай Ақмола облысы жекпе-жек федерациясының балалармен жасөспірімдер аға жаттықтырушы боламын. Панкратион спорт түрінен аға жаттықтырушы боламын. Өстіп қазір өзіміздің таңда залымызда бір 50-60 бала жаттығып жатыр. Асқар мырза, сізден бір сұрай кететінім, осы жаңа шәкірттеріңіз өздеріңіздің тәрбиелеп жатқан өзіңіздің жеткен жетістіктері бар ма? Бар болса қандай? Мысалға мынау алыс жақын шет мемлекеттерге шығып жатыр ма? Сол туралы бір баяндап өтсеңіз. Енді бізде ең бірінші өздеріңіз білесіздер 2017 жаңа айтып кеттім жоға жақта 17 жаттығып келе жатырмыз. Содан ең бірінші 1-2 жылдары біз өзіміз кішкене қалалық жарыстар, облыстық жарыстар, Қазақстан Республикасы жарыстарын көп қатысып, жаңағындай әртүрлі спорт түрлерінен жаңағындай бізді көзі жаңағы залымыздың бағыты жаңағындай аралас жекпе-жек болғаннан кейін жаңағындай боевой самбо, панкратион, жекпе-жек, ММА, кикбоксинг деген, грэпплинг деген спорт түрлерімен балаларым жаттығып, осы 1-2 жылдары Қазақстан шыңын бағындырдық. Содан сол жылдан бастап уже біз әлем чемпионаттарына көп жолдама алып шығып тұрамыз. Енді залымызда айта кетсем сізге бір 40-тай Қазақстан чемпионы бар, 13 бала әлем чемпионы, әлем кубогының иегері бар, 2-3 баламыз Азия чемпионы. Енді осы жаңағы 5 жылдың көлемінде біз залымыздан 30-дің үстінде спорт шеберіне үміткер 2 спорт шеберін тәрбиелеп шығардық. Енді біз айта кетсек, алыс жақын шетелдерде жаңағы Қырғыз елінде, Өзбекстанда, Абу-Дабида, жақын шетелдердің біраз жерінде болып келдік. Енді шәкірттеріміздің жетістіктері жеткілікті. Енді залымызда айта кетсем жаңағындай 5 дүркін әлем чемпионы, 2-3 дүркін әлем чемпионы, Азия чемпионы деген балалар көп жаттығып жатқан. Енді Қоянды жаңағы шәкірттерімізге мақтан аламын. Тек қана мен емес, қазақ елі ғана мақтан алады деп айтсам болады, артық болмайды. Және мен тағы да бір іске куәгермін. Ол осы көктем кезінде емес пе, Ташкентке, Өзбекстан Республикасында бір жарыс па, бірдеңеге дайындалып жаттыңыздар. Құрметті ауылдастар, бұл жерде тағы да айта кететін жағдай бар. Бұл Асқар мырзаның өздерінің шәкірттерімен тіпті ауылға да жәрдемдеседі. Оны мен осы Қоянды ауылының қоғамдас өкілімін, өз көзіммен көрдім. Осы наурызда біз өзі жаңағындай халыққа ұйымдастырдық қой. Сол кезде тағы да алғысымызды, рахметімізді айтып кетеміз. Өзіңіз шәкірттеріңізбен жәрдемдесіп сахна құрдыңыздар, алтыбақан құрдыңыздар. Ол мысалы қандай керемет жағдай, халыққа көмектесу. Енді Асқар мырза осы жақын арада, болашақта тағы да бір жарыстар күтіп тұр ма? Жоспарларыңыз бар ма? Ерік мырза енді өзіңіз жаңа айта кеттіңіз ғой, наурыз айында өйткені тек қана біз бұл залда балалар тек қана біз жауынгерлік өнерге тәрбиелемейміз. Жаңағы имандылыққа, балаларды үлкенге құрмет, кішіге ізет, жаңағы бауырмалдыққа, достыққа, елінің ұлтжандылығы болуына, жаңағы ертең бұл азаматтар өздеріңіз білесіздер, елімізді, жерімізді жау шапқан кезде қорғайтын мықты азаматтар болды, өздеріңіз білесіздер. Сол бағытта олар тек қана жауынгерлік өнер емес, ол сыпайылық, мәдениеттілік, ертең жаңағындай басқа шетелдерге шыққанда біздің көк туымыз желбірткенде біздің мәдениетімізді көрсете алу керек. Сол үшін тәрбие бесіктен демекші, ең бірінші балаларымыз келген залдан ең бірінші мәдениетке, тәрбиелікке, жаңағындай құрмет көрсетуге, еліне сондай бағыттарда көп жұмыс жасаймыз. Тек қана біз жаттығу емес, қалай айтсам, дәріс ретінде де балаларға алдын ала жүргіземіз. Енді жаңа айтып кетіп жатсыз, Ташкентте деп. Ол кезде Ташкентте бір шәкіртіммен көктемде барып қайттым, жаңағындай әлем чемпионаты болды. Ол кезде жаңағындай шәкіртім барып, жаңағындай облыстан
кішкене көмек болып әлем чемпионатының күміс жүлдегері болып қайтқан жайымыз бар. Одан кейін жаңағы июль айында биыл өзіңіз білесіздер, жаңағындай спорт комитеті бүкіл әлемдік спорттың жаңағындай өтетін жерін Өзбекстан мемлекеті тауып, сол жаңағындай бүкіл өздеріңіз біле бастырсыздар, қазір бокстан басқа спорт түрлерін бәрін айта кетсеңіздер, барлық Өзбекстан мемлекетінде өтіп жатыр. Өйткені жаңағындай орталығы сол Ташкент деп жаңағындай спорт комитеті бүкіл әлемдік танып, сол жерде бекітілді. Сол бүкіл жарыстардың бәрі сол Өзбекстан мемлекетінде болды. Жаңа айта кетейін деген сіздерге, жаңа июльдің басында біз өзіміз әлем чемпионатына барып, 7 шәкіртімен барып, Өзбекстанның Андижан деген қаласында өтті. 7 шәкіртімен барып, 7-де алтын медаль алып, 7 әлем чемпионы тағы да қосылды бізде. Енді алдағы жоспарлар өзіміз біліп отырсыздар. Айта кетейін дегенім, жаңағы жақын арада өзіміздің жарысымыз өтті. Қоянды да жаңағындай ашық турнир жасадық. Енді келесі аптада Құдай қаласа Қарағанды қаласына жаңағы республикалық турнир бар, панкратион спорт түрінен, соған жол жиектеп отырмыз. Одан кейін жекпе-жектен облыс чемпионаты болады, соған жол жиектеп отырмыз. Енді болашақта жоспарларымыз көп. Енді біздің балалар өсіп келе жатыр дегендей, келесі жылға да іріктеулер болады. Қазақстан чемпионаты көктемде бізде рукопашный бой деген бар, соны қоса алып жүреміз. Рукопашный бой өзіңіз білесіздер, әскери жауынгерлік өнер, жаңағыдай органдарда, МВД-да, жаңағыдай қорғаныс министрлігінде өте дамыған спорт. Ол жаңағыдай спортшылар жаңағыдай сол не арқылы әлемдік деңгейде біздің жаңағы әскери адамдарымызды дамыталап, сол мақсатта да жұмыс істейміз. Енді Құдай қаласа келесі жылы солдан іріктеу өтеді, Қазақстан чемпионаты, соған қатысамыз. ММА деген өздеріңіз біліп жатсыздар, қазір ММА спорттары да жақсы дамып жатыр. Қазір жастардың бәрі сол спортпен шұғылданғысы келеді. Оған да іріктеу болады. Биылғы жылы негізі баруымыз керек болатын. Енді қаражаттың жағдайына байланысты 2 шәкіртімізбен шыға алмай қалдық ол жарысқа. Енді жекпе-жектен болып тұрады, панкратион әлем чемпионаты болады, іріктеу. Алла қаласа сондай бір мемлекеттен көмек болып, бірдеме болып жатса, келесі жыл сондай іріктеуге қатысып, тағы да сол әлем шыңын бағып келейік деген сондай бақытымыз бар, енді жоспарымыз бар келесі. Сонда сіздің айтуыңыз бойынша, жалпы мынау сіздер тек қана бұл залда дайындау емес, онымен қосып жаңағы тәрбие беру, тәлім тәрбие беру, яғни үлкенге құрмет, кішіге ізет, және бұл жаңа сіздің шәкірттеріңіз дайындалу барысында бұл ары қарай болашаққа да әскери жаңа жаттығулар болсын, тағы да болашаққа да пайдасы өте көп, спорттық жаңағыдай өзінің жаңа профессиясы бойынша әскери жағына кетсе де, және бұлмен қосылып тәлім тәрбиеде бірге жүреді. Солай ғой? Әрине, дұрыс айтасыз, өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, жаңағыдай елбасымыздың өзіміздің несі бар ғой, ол халық 30% мемлекетте спортпен шұғылдану керек деп. Соны жаңа қолға алып отырып, негізі біздің де мақсат Тоқаев мырзамызды қолдап, президентімізді әрі қарай жаңағыдай балаларды массовый спортпен, бұқаралық спортпен шұғылдануға тартамыз, шақырамыз. Балаларды сол мақта баулаймыз, өйткені өзіңіз білесіз, ел болашағы, жас спортшылар, салауатты ұрпақ, жаңағы еліміздің жаңағындай болашағы. Спорт денсаулықтың кепілі дейсіз ғой. Енді Асқар мырза, маған бір айтып кетіңізші, мына залдарыңызды бүгін көрдім, шәкірттеріңіздің дайындалып жатқанын көрдім. Енді біраз бір қиыншылықтар бар секілді. Мәселен, душқа қатысты болсын, жалпы мына залға қатысты болсын, осы тұрғыда айтып кетесіз, қандай жағдайлар жетіспей жатыр, не керек мысалы жалпы? Өйткені мен байқауымша сіздің шәкірттеріңіз өте көп, және мен мына жаттығу барысында құрметті көрермендері байқадым. Асқар мырзаның шәкірттерінің таланты, қабілеті өте зор екен. Яғни бұл балалар әлі де талай жетістікке жетуге мүмкіншілігі бар. Онымен қоса ауылдың мысалы жастарды тағы көп, Иә, қатысам деген спортшыларға жастар көп, оған өзіңіз көріпсіздер. Біздің жаңағыдай спорт залымыздың көлемі, жаңағындай сыйымдылығы, өздеріңіз білесіздер, қазір заман талабы өсіп жатыр, балаларды өсіп жатыр, конкуренция жағы көп. Арнайы бізге мемлекеттен жаңағыдай көмек сұраймыз, осындай бір Қоянды ауылымызға бір үлкен бір бүкіл жаңа кейінгі талаппен жаңағы душы бар, арнайы жаңа жаттығу бөлмесі бар, шешінетін жері бар, айта берсек, гигиеника талапқа сай, вентиляциясы бар, үлкен бір зал салып берсе мемлекетімізде қолдау болса деп соны сұраймыз. Өз атымнан жаңағы бүкіл жаңағындай қазақ елін көк туын жаудыратып желбіретіп жүрген біздің спортшылардың атынан сұраймын, ата-аналардың атынан, бүкіл Қоянды ауылының атынан сұраймыз көмек. Бұл жерде тек қана мен деп айта бермеймін, өзім ұят болар. Бізде бокс залы бар, таэквондо залы бар, дзюдо, басқа спорт түрлері көп. Бізде барлық осындай жаңағы қалай айтсам болады, условиясы жоқ залдарда осылай
жаттығып жатыр. Енді осындай бір мемлекеттен үлкен бір көмек беріп, осындай бір үлкен бір ғимарат салып берсе, нұрдың үстіне нұр болар еді. Жаңа мың алғысымыз болар еді сол кісілерге. Яғни егерде әдемі зал болса, спорт сарайы болса, тағы да жастар келсе, оны да ары қарай шынықтырып дайындай беремін деп отырсыз ғой. Әрине, ол ондай не болса өзіңіз білесіз ғой, бізде наоборот құлшыныс одан сын көтеріледі жаңағындай. Балаларды әрі дамытуымыз керек. Біз ертең өзіңіз білесіздер, спорт, әнұран өзі көбіміз біледі ғой. Кім президент келген кезде ойнайды, спортшылар жаңағы тұғырған өтегенде жеңістің сол кезде ойнайды. Сол енді спортшыларды әрі бізде балалар әрі дамытсақ, кішкене желтірсек, бізде спортшылардың өзім ойлаймын, жақсы условияда, жақсы жаңағындай арнайы спорттық құралдар, әртүрлі. Енді ол спортшы болғаннан тек қана бір неде емес, ол жан-жақты даму керек қой. Әртүрлі құралдар керек, қазір кейіңіз білесіздер, бәрі дамып кетті. Жаңа айтамыз ғой, жаңағыдай жаттығу жасайтын жаңа құралдар болу керек, бұлшықеттің әртүрлі дамуды керек қой. Өйткені бұл тек қана бір бағытқа арналған емес, бұнда біздің спорттарда күрес әдісі бар, ұру, тебу әдісі бар, құлқындыру, жаңағыдай әртүрлі оған әртүрлі бұлшықеттер жұмыс істейді. Сол бұлшықеттерді дамыту үшін арнайы жаңағыдай фитнес залы десем болады, жаңағындай сондайлар керек. Балаларға неғұрлым енді душ болған, гигиена өзіңіз білесіз ғой, бірінші гигиена мен спорт егіз ұғым бірімен бірге жүреді. Сондай бір үлкен залдар болса, жаңағыдай біз әрі қарай жетістіктерімізді көтер берейік деп айтайық. Тағы да қаншама біздің Қоянды ауылдың қазақтың батыр ұлдарынан мықты ел қорғайтын азаматтар, жаңағы еліміз көк туды желбірететін азаматтар көп болушы еді. Енді байқап жүрміз, жаңағы өзіңіз айта кететіндей шетелдерге шығып жүрміз. Енді бізді қазақтың өзіңіз білесіз, лаңғайыр жерімізді ата-бабамыз жаңағыдай қорғап қалғанымыз, пойызбен көп жүреміз, жүргенде қыр дала, соны айтамыз, қалай ата-бабамыз бұл найзаның ұшымен, білектің ұшымен осындай жерді ұстап тұрған деп. Рас. Енді соны көреміз да, балаларыма, шәкірттеріме айтып отырамын, қарашы міне біз ата-бабамыз қандай батыр болған, осындай жерді қаншама жаңағыдай қорғап қалған деп. Өздеріңіз білесіздер, қазақ елінің рухы мықты, біздің ата-бабамыз рухты халық, жауынгер халық. Қазақ балаларын байқаймын, жарыстарды, ылғи жарыстар байқап жүрміз. Біздің балалардың артық айтсам, кем айтпаспын, басқа Азия мемлекеттерінің шетелден баланың бір бас тұғыры биік деп айта аламын. Өйткені біздің балалар жүректі, батыл, қайсар және жауынгер деп айтсам болады. Біздің қазақтың жігіттері ешкімнен кем емес. Мықты жігіттер, талантты жігіттер өте көп. Оған бүгінгі өткен жаттығуда өте көп соның дәлелі болды, анық айғақ дәлелі болды. Жастарымыз мықты, жастарымыз өте көп. Ал Асқарымызда мынау шәкірттеріңіз күллі қазақ елінің мақтанышы болсын. Биік тұғырлардан, биік шыңдардан көрінісін дей отырып, өзіңізге қажымас қайрат, мықты, зор денсаулық. Мынау бұлақтың көзін ашқандай қазақтың өзіміздің ауылымыздың жастарына тағы да бұдан үлкен шыңдарға жетуге, атақ дәрежеге жетуге себепкер болып жүре беріңіз. Рахмет сізге. Ерік мырза, сізге де рахмет. Осылай көңіл бөліп біздің жаңағы кішкентай ғана ауылымызда осылай спортшыларды қолдап, осылай ел танысын, жер танысын деп жаңағы келіп бізді қолдап жүргеніңізге енді сіздің жұмысыңызға табыс тілеймін. Үлкен биіктен көріне беріңіз. Ел жанашыры, ұлт жанашыры, ауыл жанашырысы ғой сіз. Жақсылық болсын, не болсын, еліміздерге аман болсын. Енді сіз сияқты азаматтар көп болсын, осылай спорт қолдап жүрегімен жаңағындай жігіттерді осылай қолдап, қоштап жүретін жігіттер көп болсын. Енді спортымыз дами берсін. Бай қуатты өмір сүріңіз. Рахмет сізге көп. Жақсы.